Әжімдердің пайда болуына не себеп болады? Мыстан кемпірдің сусыны. Жоқ. Біздің теріміз екі маңызды ақуыздан тұрады. Коллаген мен эластиннен. Коллаген терімізді серпімді және тығыз етеді. Ал эластин оған икемділік пен созылғыштық береді. Эластин терімізге созылуға, бұралуға және жиырылуға мүмкіндік береді. Икемді резеңке сияқты, дұрыс па? Дәл солай. Бірақ жас ұлғайған сайын теріміз аз коллаген мен эластин өндіре бастайды. Сондықтан теріміз бұрынғыдай серпімді болмайды. Икемділігін жоғалтады. Нәтижесінде тері салбырап, әжімдер пайда болады. Сонымен қатар әжімдердің ерте пайда болуына әкелетін факторлар бар. Олардың бірі күннің ультракүлгін сәулеленуі. Ультракүлгін сәулелерге ұзақ уақыт ұшырау коллаген мен эластиннің әдеттегіден тезірек бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл жас кезінде әжімдердің пайда болуына себеп болады. Сонымен қатар темекі шегу және нашар тамақтану да ерте әжімдердің пайда болуына ықпал етуі мүмкін.